Армысыздар, оңғардың оңкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін барлық ақпарат құралдары жарысы ақпарат шығарып жатыр. Жасыл даму артық төленген утилизациялық алымдарды халыққа қайтадан қайтарып бастады деп. Бұлай естіген кезде шынымен сүйінші жаңалық сияқты, ойбай кезінде артық төлеп қойып едім, соны маған қайтарып беретін шығар деп. Ал шын мәнінде олай емес екен. Біріншіден, бұл қайдан келген артық төлем деген сұрақ туындайды. Біз барлығымыз білеміз, өздерінің айтулары бойынша 14 мамырдан бастап утилизациялық алымдар 50%-ға арзандады. Шын мәнінде 50%-ға ол 50% арзандады деп айтуға келмейді, коэффициенттері арзандады дегенмен. Енді өздерінің айтуы бойынша арзандады. Алайда тура өздерінің бастамашы болып жасаған нәрсесін сол 14 мамырдағы өзгерістерін өздері жүргізіп жұмыс істей алмай жатыр. Себебі жасыл дамуға сырттан көлік әкелген адамдар жасыл дамудың сайтына кіріп утилизациялық алымды төлеуге өтініш береді. Алайда олардың сайттары әзірге жетілдірілмеген екен. Яғни арзандатылған бағамен ақшаны алуға олардың сайттары әлі үйренбеген. Былайша айтқанда, яғни бұрынғы ақшаны қайтадан алып жатыр. Енді шетелден көлік әкеліп қойған адамдарда амал жоқ. Сол ақшаны төлейді қазір, көлігін Қазақстанға тіркеуге қояды, сосын қайтадан сол жасыл дамуға мен сіздерге ойбай артық ақша төлеп қойып, маған қайтарыңыздаршы деп қайтадан өтініш жазады. Өздерінің жасыл дамудың мәліметі бойынша ол өтінішті олар 3 күннің ішінде толық қарап шығады. Бірақ ақшаны қашан қайтаратыны нақты әзірге белгісіз болып отыр. Сонда өздерінің дұрыс жұмыс істей алмағанының кесірінен халық қайтадан зардап шегіп отыр. Бірақ оны ойбай біз халыққа артық төленген ақшаны қайтарып бастадық деп керемет жаңалық қылып қайтадан айтып отыр. Енді бұны осыншалықты кең қылып айтатын нәрсе емес, бірақ та жаңағы жаңалықты көрсеңіздер, сіздерге қатысы жоқ нәрсе, тек қана осы 14 мамырдан кейін Қазақстанға көлік әкелген адамдарға қатысты нәрсе. Олардың өздері тура жаңағы жасыл дамуға кіріп өтінішті бере алады. Қашан, қай уақытта ақша оларға нақты келетіні белгісіз. Ол өтінішті беру тура сол Recycle жасыл KZ-тің сайтында жүргізіліп жатыр. Оның үстіне Нұр-Сұлтан қаласының бойынша жаңағы сіздің утилизациялық алымды төлегендеріңіз түбіртегі туралы және қолдан жазылған өтінішіңізді барлығын осылай қаттап Мәңгілік ел 30 көшесінде отыратын сол жасыл дамудың офисіне, канцеляриясына апарып тапсыруларыңызға да болады, не болмаса сайт арқылы да жасауларыңызға болады. Бүгінгі айтайын дегенім осы, жаңалықты жасаймыз деп жар салып, бірақ әзірге өздерінің қолынан түк келмей отырған компанияның жұмысы. Арнаға жазылыңыздар, амандықта жүздесейік.